Саламатсыздар ма, құрметті Әділқазы алқалары? Мен Қаныш Сәтпаев атындағы орта мектеп-лицейінің 10-шы сынып оқушысы Жайық Фальшы Жасланұлы. Бүгін қорғалы отырған жобамның тақырыбы Ақтөбе қаласындағы экологиялық мәселелерді шешудегі жасыл технологиялар. Жобамның зерттеудегі мақсаты Ақтөбе қаласының экологиялық жағдайын анықтап, оларды шешу жолдарын ұсыну. Жобамның ғылыми тұрғыдағы өзектілігі, алынған қорытындылар экологтарға қаланы көгалдандырумен айналысатын мекемелер қажет деп есептеймін. Өкінішке орай, бүгінде Ақтөбе қаласының экологиялық мәселенің қай түрін болса да кездестіруге болады. Атап айтар болсақ, түрлі деңгейдегі өндірістік, тұрмыстық қалдықтар әсерінен топырақ қабатының бұзылуы, жер асты және жер үсті суларының ластануы, климаттың өзгеру салдарынан болып жатқан шөлейттену, сулардың тартылуы, қала айналасын тұрмыстық қалдықтарға толуы қалыпты жағдайға айналып барады. Аталған мәселелерді ескере келе, осы мәселелерді шешуге бағытталған өзіндік жұмысымды ұсынып көрмекпін. Автокөліктерден шығып жатқан түтіндер жай көзге айтарлықтай байқалмағанмен, ауаға үлкен көлемде көміршіл газын бөлуде. Әсіресе дизель отынмен жүретін көліктер ауаны қатты ластап жатқандығын күнде байқап жүрміз. Осы тұрғыда қаламыздағы қала ішілік автобустар мен жүк көліктерін ерекше атап өтуге болады. Себебі бұл көліктер қозғалыс барысында үлкен көлемде қара түтін бөліп отырады. Аталған көліктер жүріп өткеннен кейін тыныс алу мүмкін болмай қалады десек те артық етпес. Еуропаның дамыған елдерінде дизель отын экологиялық тұрғыдан таза отын түріне жатады. Себебі бұл елдерде AdBlue қолданылады. Бір сөзбен айтатын болсақ, AdBlue толық жанбай қалған түтінді ыдыратады. Жоғарыда айтып өткенімдей, Еуропада кеңінен тұтынады. Жанармай бекеттерінде сатылады. Егер AdBlue бітіп қалатын болса, көлік оталмай қалады. Біздің елімізде де дизель отынмен жүретін көліктерге AdBlue қолданылуды міндеттеу қажет. Ол үшін жанармай бекеттеріне AdBlue сататын колонкаларды ұйымдастыру қажет. Сонымен қатар, AdBlue тез қататындығын ескерсек, біздің климат қарай қатпайтындай етіп құрамын өзгертуді ұмытпағанымыз жөн. Қазіргі қолданыстағы кейбір ойын алаңдары бала өмірі үшін қауіпті және экологиялық тұрғыдан өте лас екені жасырын емес. Оған дәлел ретінде өткен жылы қаламыздағы ойын алаңдарының бірінде болған бастауыш сынып оқушының өмірден өтумен аяқталған қайғылы оқиғаны айтып өтуге болады. Осы тұрғыда қолданыстағы ойын алаңдарын табиғатпен ұштаса отырып, балалар үшін қауіпсіз әрі экологиялық тұрғыда пайдалы болатын анық. Себебі қазір қолданыстағы ойын алаңдары секілді тік қырлары, баспалары және тағы да басқа қауіпті материалдары жоқ. Кішкентай балалар ойын барысында оңаша орындарда ерекше ұнататыны бәрімізге белгілі. Сонымен қатар, жыл мезгілдеріне де қарай тұрақты пайдалануға ыңғайлы. Ең бастысы, жұмыс істеу барысында аса бір үлкен ақшаны қажет етпейді. Саябақтардың көлеміне қарамастан, бір орында қозғалмай тұрып электр қуатын бөлетін арнайы велосипедтер орналасу. Себебі саябақтарға барған кезде велосипедтер жалға алу құны өте жоғары. Орта есеппен 30 минутқа 1000-2000 теңге, кейде одан да жоғары болып келеді. Арнаулы велосипедтерде шынығу барысында денсаулығын жақсартумен қатар белгілі бір мөлшерде электр қуатын бөледі. Нәтижесінде электр қуатының маңыздылығын түсініп, үнемдеу қажеттілігін түсінеді деп есептейміз. Қазақстандағы адам денсаулығына ең пайдалы өсімдіктің бірі арша ағашы. Осы өсімдік бөлетін фитонцидтер адам денсаулығына ең болатын таза ауа тудырады. Мәселен, ғалымдардың мәліметіне сүйенсек, арша жылына орта есеппен 1 тоннадан аса шаңды жұтып, айналасына 1,5 мың литр оттегін бөліп шығарады екен. Арша орманның 1 гектары болса, жылына 18 миллион метр куб ауаны көміртегі газынан тазартып, 50-65 тоннаға дейін шаң тозаңды, зиянды газдардан арылтып, сүзіп отыратын көрінді. Қазақ халқы аршаны денсаулық ағашы деп те атап кеткен болатын. Қазақстандағы ең төзімді ағаш торанғы ағашы. Ол шөлде, құмда, сортабанда да өсе береді. Торанғы жапырағы 50 градус шамасында өміршеңдігін сақтайды. Ел аузында шөл даласын падишасы атануы тегін емес. Қазіргі таңда қаламызда жас көшеттер көптен отырғызғанмен күтімнің болмау салдарынан өспей қалуда. Осы тұрғыда шөлге, сортаңға, тақырға бейімделген торанғы ағашы қала сыртына көгалдандыруға таптырмас ағаш түрі деп есептеймін. Себебі бұған көп көңіл бөлуде қажет емес. Қаламыздағы ең үлкен мәселелердің бірі зауыт мұржаларынан шығатын улы түтіндер. Зауыттарға фильтр орнату мәселесі осы уақытқа дейін көтеріліп келеді. Бұндай фильтрлер зиянды қалдықтарды толығымен жоймаса да, біршама азайтатындығы баршамызға мәлім. Зауыттардан шыққан түтінге бақылау жасайтын болсақ, бұл жерде үлкен мөлшерде жылуды және жылдамдықпен шығып жатқан
түтіннен қозғалыс күшін байқауға болады. Физика заңы бойынша жылуды және қозғалысты энергияға айналдыруға болады. Зауыт мұржаларының басына арнайы желдеткіш орнатып, бұл желдеткішті арнайы генераторларға жалғау арқылы энергия алуға болады. Мұндағы қозғалтқыш күші зауыт мұржасынан шыққан түтіндер. Әрине, бұл жерде үлкен мөлшерде энергия алу мүмкін болмаса да, белгілі бір мөлшерде энергия өндіруге болады. Жинақталған мәліметтерді қорыта келе, Ақтөбе облысының экологиялық жағдайы кезек күттірмейтін мәселенің бірі болып отыр. Көрсетілген кемшіліктер жою мақсатында еліміздің болашағы балалардың және жастардың көзіне өз жобамызды ұсынамыз. Айтап айтар болсам, қаламыздағы дизель отынмен жүретін көліктерге AdBlue пайдалануды міндеттеу, әсіресе адам тасымалымен айналысатын қала ішілік автобустарды ерекше назарға алу қажет. Қаламызда адам денсаулығына ең пайдалы өсімдіктердің бірі ағаш тектес немесе бұтақ тұрпатты аршаны көбейту. Себебі арша ағашы фармацевт. Осы өсімдік бөлетін фитонцидтер адам денсаулығына ең болатын таза ауа тудырады. Облыс бойынша ең төзімді ағаш тораңғыны көбейту. Саябақтардың көлеміне қарамастан, бір орында қозғалмай тұрып электр қуатын бөлетін арнайы велосипедтер орнату. Қолданыстағы ойын алаңдарын табиғатпен ұштаса отырып қауіпсіз етіп жасау. Ең маңызды мәселелердің бірі қаламызда дендрологиялық саябақтың жоқтығы. Осы тұрғыда қаламыздың маңызды бөліктерінің бірінен орын бөлініп, дендрологиялық саябақ ашылса, қаламыздың экологиясы үшін де, әсемдігі үшін де үлкен мүмкіндік болар сөзсіз. Зауыт мұржалары арқылы арнайы фильтрлер орнатумен және оған бөлінетін түтін мен жылу энергиясын тиімді пайдаланып, баламалы энергия алу жолын қарастыру. Рахмет!